Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін дастарханға осындай ерекше сән беретін керемет дәмді чак-чактардың жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды жарып алатын боламыз. Барлық заттың мөлшерін описание қалдыратын боламыз. Сондықтан описаниені қарап шығыңыз. Үстіне тұз, кішкене сода салып, венчикпен немесе миксермен жақсылап көпіргенше араластырып жібереміз. Кейіннен үстіне еліктен өткізіп ұн саламыз. Міндетті түрде ұнды еліктен өткізу керек. Қаттылау қамыр илейміз. Қамырды қолмен осылай әбден біраз жұмыс істеу керек. Қолмен қаншалықты көп илесеңіз, қамыр соншалықты керемет болып шығады. 30 минутқа тындырып қойып, 30 минуттан кейін алып, тағы да қайтарып илейтін боламыз. Жақсылап қолмен жұмыс істеп, кейін тағы да жауып 30 минутқа тындырып қоямыз. Дәл осылай 3 мәрте жасаймыз. Сонда қамырымыз керемет болып шығады, қыздар. Қанша көп илесеңіз, сонша көп жақсы. Кейіннен қамыр дайын болды деген кезде алып, үстіне ұрпақ ұн сеуіп, осылай бірінші қолмен, кейіннен оқтаумен ұзынша етіп, доп-домалақ етіп жайып алатын боламыз, қыздар. Бешбармақтың қамыр сияқты жұқа қылып жібермейміз. Мен видеода осы жерде сіздерге қалыңдығын көрсететін боламын. Дәл осылай жайыңыздар. Егерде қатты жұқа болып кетсе, чак-чактарыңыз әдемі болып шықпайды. Енді дайын қамырымызға кәдімгі ақ май құятын боламыз. Барлығын полный байламаймыз. Қамырдың жарты бөлігіне полный осылай май жағып шығатын боламыз. Кейін үстіне май жағылмаған бетін бір-біріне біріктіретін боламыз. Кейіннен осылай 4 қарысқа өлшеп кесіп шығамыз, ұзынша етіп. Дәл осылай дайындап алыңыздар. Дәл осы видеодағыдай жасаңыздар. Барлық нәрсені, қыздар, ешқандай ерінбеңіздер. Кейіннен осыны 1 см көлемде немесе 1 саусақтың көлемінде етіп кептіріп аламыз да, осылай кептіріп, екі бетінде жақсылап 15 минуттан кептіріп алсаңыз өте жақсы піседі. Кейіннен шұңқырлау ыдыс қолданыңыздар сіздер, қыздар. Кейін көп салмаймыз, аз-аздан 4-5 бөлігін ғана салып, майдың бетіне шығып кетсе, жай астың жағына өткізіп жіберіп, чак-чактарды пісіріп аламыз, қыздар. Оны суытуға қойып, мына жерде сироп дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттарды міндетті түрде қалдыратын боламыз. Шекер мен суды ертіп алып, үстіне лимонның кислота қосамыз да, немесе лимон қышқылының кәдімгі приправасын салсаңыздар да болады, қыздар. Үстіне осылай медті салып 10-15 минут қайнатамыз. Кейіннен ыстық күйінше осы чак-чактарға қосып араластырамыз. Мен арнайы ыдысқа пищевой пленка салдым әсемдеу үшін. Соның ішіне салып нығыздап салатын боламын. Сіз негізі ештеңе істемей осылай ұсынсаңыздар да болады, қыздар. Негізі дәмі өте керемет шығады. Міндетті түрде нығыздап салыңыздар. Егерде нығыздамасаңыздар, ортасында ауалары қап кетіп, әдемі болып формасын ұстамайтын болады. Міне дайындап қойдық. Енді осыны абайлап, пищевой пленкамен түсіріп, бетіне арнайы алып қойғам. Міне әдемілерін бетіне соны сиропқа батырып, әдемілеп безендіріп шығатын боламыз, қыздар. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Дастарханға керемет түр береді. Менің арнама әлі де жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар.